Қырғауылдың пеште пісіру әдісін сізге көрсетемін. Дәл видеодағыдай өте жұмсақ және дәмді, нәзік болып шығады. Қырғауылды маринадтау үшін бізге бал, киви, хмели, сунели, соя және тұз керек болады. Қырғауылды мен жуып, тазалап және оның кептіріп алдым. Каналдағы жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңыз. Ең алдымен жарты кивиді аламыз. Сіз жұмсағын алсаңыз болады, менікі қаттырақ болып шықты. Ол еттің тез маринадтауына әсер етеді. Және 2 ас қасық соя, 1 ас қасық хмели, сунели, тұз және 2 ас қасық бал. Бал өте ерекше дәм береді және балдың күшінен ет тез маринадталады. Барлығын бір ыдысқа салып, жақсылап араластырып аламыз да, қолымызға осындай арнайы перчатка кисеңіз болады. Дайын құс етімізге бәрін жан-жағынан жақсылап жайғамыз. Оны сіңгіріп жағуымыз керек және де ішіне де жақсаңыз болады. Себебі маринадталған жаңағы соустың және балдың, тұздың дәмі құстың ішіне де кіру керек. Әйтпесе іші дәмсіз болып қалады. Ыдысымыздың бетін жауып, кемінде 1 сағатқа маринадқа қойсаңыз болады. 1 тәулікке қалдырсаңыз өте жақсы болады. Құс етімен бірге біз картопты және шампиньонды пісіреміз. Шампиньондарды чеснокпен және майонезбен қоссаңыз, оның дәмі одан әрі дәмді болып шығады. Өте жұмсақ және нәзік болып шығады. Картопты және шампиньондарды дәл видеодағыдай 2-3-ке бөліп дәу-дәу қылып тураймыз да, оған дәміне қарай 2 тіс чеснок қосамыз, ұсақтап турап, немесе пресстен өткізсеңіз болады. Қара бұрыш, тұз және 2 ас қасық майонез салып жақсылап тұрып араластырамыз. Міне біз гарнирді дайындап алдық. Қараңыз, қандай керемет болып шықты. Енді біздің 2,5 сағат бойы маринадталған құс етімізді алып, оны мен арнайы пеште пісетін осындай шыны ыдысты алдым. Сол шыны ыдыстың астына ең бірінші кішкене гарнирдан саламын, яғни біздің құстың етіні астына жабысып қалмау үшін және жұмсақ болып пісу үшін құс етін саламын. Міне біздің маринадталған қырғауылымыз өте дәмді болып шығады. Және шет-шетіне қалған гарнирді толықтырып саламын. Қалған маринадты үстіне құйсаңыз болады. Енді ыдысымыздың бетін арнайы қақпағымен жабамыз да, біздің қырғауылды пеште 160 немесе 180 градуста 45-1 сағат аралығында пісіреміз. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сол кезде каналға жаңадан жазылып жатқан рецепттерді жіберіп алмайсыз. Міне қырғауыл дайын болды. Ол өте жұмсақ және қып-қызыл болып пісті. Енді тарелкеге салайық. Өте ыстық болып тұр, бірақ мен сіздерге көрсетемін қалай дайын болып піскені. Астында шырыны шығып, өте дәмді болып шыққан. Енді қолмен ақ бөлшектесіп тастауға болады. Қараңыздар, видеода көрсетемін қалай толығынан пісіп және жұп-жұмсақ болып шыққанын. Ыстық болып тұрғаннан кейін кішкене ұсталмай тұрмын, бірақ соның өзінде жабайы қырғауылдың еті жұмсақ болып пісіп шықты. Міндетті түрде менің осы сізге арнап дайындаған рецептім бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынынан сенімдімін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сізбен бірге болған Инка Максовна. Каналға тіркеліп, міндетті түрде пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Бұл мен үшін өте маңызды.